Сәлеметсіздер ме? Жұпар ханым, қалдарыңыз қалай? Мен өзімнің МКТ сабағын біттім. МКТ сабағынан өзгерім келеді челленджінен қандай әсер алғандарымды кішкене айтып өткім келіп отыр. Ахметбек Нұрсила ағаға Алланың нұры жаусын, Алла ол кісіге разы болсын. Мен өзімдегі көп деген мінез кеселдерін өзгерттім. Мен бірақ өзімді ондай деп ойламайтынмын. Өзіме сұрақ қойып, ағай айтпақшы сұрақ қойған кезде өзімнің қандай мінездерім бар екенін бәрін түсіндім. Мен өзіме сенімсіз, қолымнан ештеңке келмейді деген сондай өзіме сенімсіз адам болған екенмін. Өзімді ондай деп ойламағам. Олардың бәрі кетті. Өзімде бүкіл мінез кеселдерім барлығы кетті. Ең бірінші қуанатын нәрсем, мен 7 жылдан бері ақыл есімнен ауысып ауырып қалатын сондай ауруым бар еді. Бұны ұзақ мерзімдегі депрессия деп айтсақ та болады. Ол ауру мені 7 жылдан бері мені, үйдегілерді, отбасымды, барлығымызды қинап келетін, емделмеген жерім жоқ, бармаған жерім жоқ. Ешқандай врачтар мені емдей алмады. Врачтардың емі емес деп сөйтіп мен қанша жылдан бері емделдім, оқытылдым. Менің бірден жақсы болып жүрем да, бірден есімнен ауысып кететін едім. Есімнен ауысып, не айтып атқанымды білмей, айқайлап, жүгіріп, адамдардан қашып, пышақ алып өлтірем деп, сондай болып кететін едім да, бірақ өзім не істеп атқанымды білмей қалатын едім. Менің миым бірден істен шығатын еді, отключаться етіп қалатын еді. Сондай мақлұқи ми деп айтады ғой, сол миым тіріліп кететін болса керек. Молдалар оны басқаша айтты. Ислам шариғат бойынша, ол ғылыми бойынша мақлұқи ми десе, шариғат бойынша жын кірген деген не болды ғой. Сондай диагноз қойылды. Сол диагнозда осы МКТ сабағына қатысу арқылы мен өзімді кванттық әлемге барып, сол жақта барлық проблемамды Аллаға тапсыру арқылы, медитация жасау арқылы мен өзім ол нәрседен айықтым. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Қазір мен 100%-ке Аллахтың қалауымен деп айтайын, 100%-ке қазір айығып кеттім. Менде қазір ол ауру мүлде жоқ. Мен өзімнің түп санамды тазаладым. Менде ол нәрсе жоқ, ондай ештеме жоқ. Мен ауру емеспін деп айттым. Мен қазір сіздерге бұны естісеңіздер бір ертек сияқты деп ойлайтын шығарсыздар. Мен бұны есіме түссе, мен жылағым келеді. Мені құтқарыңдаршы деп жылайтын, өзіме келген кезде мені құтқарыңдаршы деп жылайтын едім. Жолдасым осы уақытқа дейін маған шыдап, мені қарап, сондай мінезіме көніп келе жатқан жолдасым да қасымда әбіршіп кетті, балам да әбіршіп кетті, ата-анам да. Бәрі мені жындыханаға жатқызбақшы да болған. Аллахтың қалауымен ондай болмады, жындыханаға бармадым. Осы Алланың қалауымен осы сабаққа тап болдым. Аллах тағала осы алып келген шығар. Қазір мен ешқайда емделуге бармаймын, ешкімге оқытылмаймын. Үйде өзіммен өзім күрестім. Қазір әлі күнге дейін өзіммен күресіп келемін. Мендегі ең үлкен өзімдегі қорқынышым осы аурум кетсе екен деген болатын. Осы аурум кетті. Мен өте қуаныштымын. Аллах тағала сіздерге разы болсын. Істеген істеріңізге береке берсін. Мен де ағай сияқты, ағайдың айтқан сияқты барлық жерде айтып, үйренген нәрселерімді барлық өзімнің оқушыларыма үйретіп жатырмын. Негізі мен мұғаліммін. Өзімнің оқушыларым барлығына үйретіп жатырмын. Қазір 35 қызды өзгерттім Аллахтың қалауымен. Олар осы мен беріп үйренген нәрселерімді үйрету арқылы 35 адамды өзгертіп отырмын. Аллах тағала сіздерге разы болсын. Мен сондай қатты қуаныштымын. Осы сабақтарға қатысқаныма бәріне өте қатты қуаныштымын. Өз қуанышымды мен айтып жеткізе алмаймын. Осындай аурудан айыққанымды. Бұл маған өте қорқынышты ауру. Адамның басына ондай ауруды бермесін. Адам өз-өзімен күресу керек екен, өз-өзімен күресіп үйрену керек екен.
табанды болып кейін менің көптеген армандарым орындалып жатыр. Өте көптеген армандарым орындалып жатыр. Мұғалім болсам екен деген арманым бірден орындалып мұғалім болып кеттім. Университетке түссем екен деген едім, қазір университетке түсу дайындық үстіндемін. Одан кейін тігін тігуді үйренсем екен деп жүредім, оны тігін тігуді үйреніп жатырмын. Және интернет саласында жақсы жұмыс істегім келеді деп армандайтын едім. Қазір интернет саласында оқып жатырмын және балаларды көптеп тәрбиелегім келеді деп армандайтын едім. Оны да үйреніп, қазір мен онлайн сабақ берудемін. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Мен сондай Алланың қалауымен осындай жаңа өмірге қадам бастырғаныңызға, саналы да жақсы, иманды, саналы, ақылды тұлға болып қалыптасқаныма Ахметбек Нұрсила ағайға рахметімді айтам. Ең алдымен Аллаға рахметімді айтам. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Сау болыңыздар.